қараңыздаршы, Алматыда күшті қар жауып жатыр. Прям менің алғашқы қарым негізі Алматыда бұдан да бұрын жауған екен ғой қар. Бірақ ол кезде мен Алматыда болмағам. Алғашқы қарды көріп тұрмын енді осы жылғы. 1 декабрь еще бүгін қыстың алғашқы күні, иә. Күндеріңізге сәттілік баршаңызға. Күшті андай атмосфера сыйлап жатыр мынау қар. Мен дайректі ашып, әрбір жазған жаңға жауап беріп, солай белсенді болып отыратын едім. Соңғы кездері сіздердің сұрақ жауаптарыңызға вообще жауап беруге уақыт болмай кетті. Сондықтан дәл қазір осы жерге тастап кетемін. Сұрақтарыңызды қойсаңыздар, мен қазір ең актуальный күшті сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Зарина, осы қыз сізге ұнайды ма деп 2-3 адам жазып жіберіпті. Білмеймін, сезгендей жазды ма. Я соңғы кездері біз дұрыс араласып жүрген жоқпыз. Мүлде әшейін бір ол сторисқа мен салып қойып, типа ойнатып жүргеніміз болмаса, былай мүлде араласып жүрген жоқпыз. Контент үшін ғана, әшейін бірге жұмыс жасағанымыз үшін ғана болмаса, вообще ұнап жүрген жоқ соңғы кездері маған. Біз мына жерде тамақтан отырғанбыз ғой, сөйтіп шашынан талмай тұрмыз да. Сөйтсек Аяна екен, Аяна емес па деп қоямын. Ол да бізді көрмейді, біз де оны көрмейміз. Тұрсын қара шашын боятып алыпты еще. В общем, отхап келдік. Главное, ма? И жаным. Кешпедім ғой. Ішке кіріп сесіңдер. Ішке шық. Тануларыңыз кімде? Бауыржан Сәкенұлы, бұл кісі менің өкіл балам, қызымның өкіл ағасы. Жаңағы қасындағы кенжесі көрдіңіздер, Аружан келінім. Аллаға сансыз шүкір. Байқа мамамыздың Құдайға шүкір шаңырағында, Ақтаудағы шаңырағында керемет отырыс болып жатыр. Көпшілікте мамамыздың Құдайға шүкір шаңырағында, Ақтаудағы шаңырағында керемет отырыс болып жатыр. Көпшіліктен бақ алса, бақ қонар ақиқат дейді, бақ қонсын. Таныштыңыз. Өте әдемі үлкен үй салып жатсыздар. Құтты болсын. Ол тастағаннан түсіп кеттім. Бармаймын.